Бүгін біз сіздермен WhatsApp-қа арналған стикерлерді жасап үйренетін боламыз. Ол қалай? Мысалы, мына адам бейнесінен осыларды жасап үйренетін боламыз. Ол үшін біз Play Market-ке кіріп, Sticker Maker деген программаны жүктеп аламыз. Ол менде бұрын алынған, сондықтан аша берем. Ашқанда міне сіздерде осындай шығады. Создай новый стикер пак деген. Міне енді мына жерде біз өзіміздің стикерлеріміздің атын қоюымыз керек. Мысалы, ол 30 әріптен кем болмау керек. Міне бітірдім. Создавайды басамыз. Енді міне иконка деген жерге главный фотоны қойып қоюымыз керек. Қазір түсіндірем. Кез келген фотоны қоя салайық. Мысалы мына. Енді бастаймыз. Мысалы, бірді басайық. Бірді басқанда кез келген суретті аламыз. Кез келген суретті аламыз. Мына жерде Smart обрезка деген тұр. Соны басамыз. Міне адамның бейнесі алынып қалды. Енді осының астына біз кез келген суреттің астына қызықты сөз жазғымыз келеді. Добавить текст. Мысалы, не істеп жатсыздар? Жай ғана. Астына түсіреміз. Енді мына жерде біздегі түсін өзгертуімізге болады. Мына текстінің өзін. Міне. Мен жай ғана қоя салдым. Сохраняй стикерді басамыз. Міне. Енді добавить WhatsApp-ты басамыз. Міне. Ол біздің енді WhatsApp-ымызда пайда болды. Міне, мына жерде міне менің құрған стикерім тұр. Мына жерде міне. Не істеп жатсыздар? Осылай мына жерге 2-3 көп өзіміздің стикерлерімізді істеп жібере беруге болады.